Өткенде айтылды, Маулана Ашраф Али Таханауи рахимулланың бір шәкірті болды дейді. Бұл ораза айына дайындалып, кәдімгідей ораза ұстап, кәдімгідей оразадан бұрын дайындалып, ораза келгеннен кейін ауырып қалады. Ораза ұстай алмайды бұл. Бұл жаңа өз шейхінің қасына барады, ұстазының қасына барады. Хаким Уламат Ашраф Али Таханауиге барайды, өз жағдайын айтады. Мен бір ай бұрыннан бұрын дайындалып едім, неге ауырып қалдым деп. Енді ораза ұстай алмай жатырмын, мен ораза ұстағым келіп тұр деп. Жаңа шейх айтады, сен оразаны не үшін ұстайсың, айтшы дейді. Алла үшін ұстаймын дейді. Алла тағала айтқан жоқ па дейді. Әу аля сафарин әу маридин дейді. Сапарда жүрген адам, ораза ұстаған адам, ауырып қалған адам ораза ұстамасын деп дейді. Алланың бұйрығы емес па дейді. Сен Алланың ораза ұстамау қазір саған сауап дейді. Сен ауырып тұрсаң, ораза ұстасаң, саған ешқандай сауап жоқ дейді. Мақсат мына жерде Аллах тағаланың бұйрығын орындау болды біздерге.